Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео тауық бизнесін бастап, тауық бағу, көп ақша табуға бола ма дейді тақырыптардың бірін қозғайтын боламыз. Енді бұл тақырып көбінің сұрақтарының бірі. Жалпы негізінде осы жерде менде қазіргі таңда хохлатый тауықтары 4 тауық бір әтеш, және де анау жерде жүр, ана австралок бар, кочин бар, адлер шатысы бар, короче, сондай тауықтар бар. Жалпы негізінде тауық бағып көп ақша табуға бола ма дейтін сұрақтар. Енді үй жағдайында көбінесе айтатындары. Үй жағдайында ондай шамалы енді алып батқандай ақша табуға келмейді. Бірақ енді порода бағытында ұстасаңыз, мысалы австралок, адлер, кочин, гигант, шамо дейді бойцовский такандар, светлый брама дейтін сондай әртүрлі породада ұстайтын болсаңыз, онда сіз тауықтан ақша таба аласыз. Енді тапқанда көбірек ақша таппайсыз, бір айына жоқ деген 100-150 мың теңге ақша табасыз. Сосын үй бағытында тағы да мысалы несушка тауықтарын ұстауға болады, чисто жұмыртқасын сатасыздар. Ол тауықтардың породасы ламан браун, легорн, карл, доминант дейтін породалар бар. Сол тауықтарды ұстасаңыз, сізге күнделікті жеуге жұмыртқа сата аласыз. Примерно жұмыртқаның ценасы 50 теңге мен 90 теңгенің аралығында цена. Ал мына инкубационный яйца дейді ғой, жұмыртқа сататын болсаңыз, ол жерде сіз 250 теңгеден 500 мың теңгеге дейінгі сауда жасай аласыз. Жұмыртқаның бағасы қымбат болған сайын сіз көбірек ақша табасыз, ал жұмыртқаның бағасы төмен болған сайын төменірек ақша табасыз. Енді сіз өзіңіз примерно есептегенде 150 мың жұмыртқадан табатын болсаңыз, тауықтың жұмыртқасын сатып инкубационный бағытында, ол кезде өзі сіздердің тауықтарыңызға примерно бір 50 мыңдай жем, суына, светіне кетеді, 100 мың теңге өзіңіздің қалтаңызда қалады. Ал мысалы жеуге жұмыртқаны күнделікті бағытқа сататын болсаңыз, ол кезде де 150 мың, 200 мыңға дейін ақша табуға болады. Бірақ та ол кезде сіз тауықтың бағытына қарай табасыз. Мысалы сізде 50-60 тауық болса, кішкене көбірек табасыз деген сияқты ғой. 20-30 тауық болса, енді күніне әрі кетсе 1400 теңге, 2000 теңге солай ақша табасыз. Енді өздеріңіздің ой пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Бірақ енді мен өз басым әртүрлі порода ұстап көргенмін. Жалпы породадан мен өзім айына жоқ дегенде кемінде 350 мың, 300 мың қалай солай айға шығарып жүрдім. Заказды көбірек аласыз, тауықтарыңызға да күтім көп керек болады. Ол кезде тауықтарыңыз тумай қалған кездерде уже минусқа кіріп бастайсыз. Сол үшін тауықтардың күтімі жақсы болу керек. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді төменге қалдырып кетіңіздер. Енді алла бұйыртса тағы да видеолар шығады, арнаға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар.